Ақша тек еңбек еткенге ғана емес, ойлай алған адамға келеді. Көп адам жұмыс істейді, еңбектенеді, уақытын, күшін сарп етеді, бірақ табысы аз болып қала береді. Неге? Себебі олар тек жұмыс істеуді біледі, бірақ қалай тиімді жұмыс істеу керегін білмейді. Біреу күні-түні жұмыс істеп шаршайды, бірақ сағатына ғана ақы алады. Ол тоқтаса, табыс та тоқтайды. Мұны біз тек физикалық еңбек деп атаймыз. Ол маңызды, бірақ жеткіліксіз. Ал ойлай алған адам мүлде басқа. Ол тек жұмыс істемейді, ол мүмкіндікті көреді, стратегия ойлайды, тиімді жол іздейді. Ол өз уақытын ақылды түрде пайдаланады, әр ісін ұзақ мерзімді пайдаға айналдырады. Бір әрекеті арқылы көптеген нәтиже әкеле алады. Мысалы, біреу бір істі жасап, сонда тоқтаса, ойлай алған адам сол істі қалай сатуға, көбейтуге, жүйелеуге болады деп ойланады. Сол ойдың арқасында ақша өзіне келеді. Ақша тек күшке ғана емес, ойға да бағынады. Ақша тек қолмен жұмыс істеген адамға емес, миымен жұмыс істеген адамға да келеді. Кім мәселелерді шешіп адамдарға пайдалы бола білсе, сол адамға ақша өзі келеді. Ақша бұл энергия. Ол проблемаларды шешетін, құндылық жасайтын адамға келеді. Дәл осы себептен нағыз байлық еңбек ой. Егер тек жұмыс істесең, кейде нәтиже аз болады. Егер тек ойласаң, бірақ әрекет жасамасаң, нәтиже болмайды. Тек еңбек пен ойдың үйлесімі адамға тұрақты табыс әкеледі. Бұл ақылды еңбек дегеніміз. Өмірде табысың аз болса, өзіңнен сұра. Мен тек шаршап жұмыс істеймін бе, әлде қалай көп пайда келуге болатынын ойлап жүрмін бе? Егер ойың өзгерсе, табысың өзгереді. Ақша тек саған берілген мүмкіндік. Сол мүмкіндікті дұрыс қолдана білсең, өмірің де өзгереді. Ең бастысы, ақшаны мақсат қылма. Ақшаны құрал деп қабылда, оны дұрыс қолдана біл. Жақсы ой адал еңбек үлкен табыс. Ал сенің ойың таза, әрекетің мақсатты болса, ақша өздігінен жол табады. Достар, бірге өсейік. Каналға тіркеліп, видеоны бөлісіп пікір қалдырыңыз. Сіздің бір қолдауыңыз үлкен күш.